Қайырлы күн. Бүгін сіздермен күнделік кезекте күнтізбелік тақырыптық жоспарды қалай жариялаймыз, соны үйренетін боламыз. Ең бірінші біз күнтізбелік тақырыптық жоспарды осындай құжат жүзінде Word түрінде жазамыз, Мұнда сабақтың тақырыптары деген жері тақырыптар жазылады. Дәл осы тақырыптарды Excel'ге апарып, көшіріп аламыз. Мысалы, бірінші тақырып сізде геометрияның негізгі ұғымдары деген тақырып болса, және ол неше сағатқа берілді. Мысалы, 4 сағатқа берілсе, 4 рет осы Excel'ге көшіріп жазасыз. Яғни тақырыптың барлығын көшіріп боламыз. Сосын ескеретін жағдай мұнда саны бірінші қатарда 1А-да саны, 1В-да тақырыбы, 1С-да номері деп жазып аласыздар. Өйткені сіздер қазір күнделік кезекте жариялаған кезде, егер тақырыбын орнына бірден осы тақырыпты жазып кететін болсаңыз, онда сізде бірінші сабақ жоқ болады. Яғни бірінші қатар күнделік кезекке енбейді. Мұнда номер санын жазып шығасыздар. Осылай жазып болғаннан соң күнделік кезекке кірісеміз. Мәселен, мен 6Б-ға кіретін болсам, әлі жарияламаған болсам, пәнімді таңдаймын. Таңдағаннан соң жоғары жақта күнтізбелік жоспарлау тұрады. Соны басамын. Міне, осы жерден дайын жоспарды импорттау тұрады. Яғни жаңа біз жасап қойған Excel'ді осындай алып келеміз. Мұнда қарасаңыздар тақырыптары жоқ. Сол себепті мұнда бірінші дайын жоспарды импорттап аламыз. Файлды таңдау. Файл таңдаудың ішінде сіз нені қай жерге сақтадыңыз, соны аласыз. Соның ішінен аласыз. Міне, ктп 6 Excel деген деп сақтағанмын. Осыны алдым. Әрі қарай енді тексеріп алыңыз, дұрыс па? Мысалы, сіз толық жылға жариялайсыз ба, әлде 1.90-ға ма? Егер сізде 1.90-ға ғана болса, онда 1.90 немесе екінші қай 90-ны жариялайсыз сол. Егер сізде толық жыл болатын болса, онда толық жылды таңдайсыз. Егер расписание 1.90-ға болса, онда 1.90-ның ғана оқу кезеңін таңдайсыз. Саны деген жерде бізде жаңа сабақ нөмірі болды. Тақырыбы болады. Сосын үй тапсырмасы номер деген жерге біз үй тапсырмасын жазып шыққан болатынбыз. Әрі қарай міне бізде барлығы жазылды. Мына 1.90-ға дейін, себебі менде сабақ кестесі 1.90-ға ғана қойылған. Әрмен қарап, менде 2-ші, 3-ші, 4.90-ның сабақ кестесі жоқ. Сол себепті бұлар импортталмайды маған. Әрмен қарап бармайды. Ал егер сіз 1.90-ды ғана бассаңыз, сол 43 сағатпен аяқталады. Импорттау. Сосын сіз тағы жариялайтын өзіңізге жүктеп, күнделік кезекке жүктеп алатын болсаңыз, жаңа импорт басталды дегенді таңдайсыз. Ал егер сіз осы жүктегеніңізді жариялайтын болсаңыз, жоспарлауға оралу дегенді басасыз. Осы жерден міне сыныбымыз мұғалім, сынып, пән. Міне, барлығы шықты, бұлар бірақ әлі жарияланған жоқ. Жариялау үшін КТЖ-на көшіру дегенді басамыз. Неге басылмайды? Жаңа мен толық жылға жариялағандықтан, мұнда жылды баспаған екенмін. Міне жылды бастым, КТЖ-на көшіру басылады. Оқу жылы, пән, қай пән сіздікі, соны жазасыз.
Мысалы, менде математика. Сынып. Мен 6Б-ға жүктедім. Демек, мен 6Б-ны тартамын. Оқу тобы бізде жалпы сынып. Егер сізде орыс тілі немесе ағылшын сияқты болса, тобыңызды таңдайсыз. Және мұғалім. Көшіру. Енді біз көшіріп алдық өзімізге. Енді КТЖ-на өтуді басамын. Жариялау үшін. Міне, бастаулық деп тұр, әлі жарияланғаны жоқ. Жаңа толық жылға жариялағандықтан жүктегенде менде толық жыл деп тұрады. Міне, мұнда номері және тақырыбы, жоспарлы күндері тұрады. Мынаны өшіру арқылы артық тақырыпты алып тастасаңыз болады. Мына қаламсаптың үстін басып, сағатыңызды, яғни мына мәтінде типтерге неше сағат берілді, соны көбейтіп немесе азайтып, осы арқылы өзгертсеңіз болады. Күнін, жоспарын, барлығын. Егер тақырып қосатын болсаңыз, тақырыпты қосуды басасыз. Жариялау. Жарияланды менікі, бірақ әлі сабақ кестесіне үлестірілген жоқ. Сол себепті үлестіруді басамын. Менде толық жыл болғандықтан толық жыл кетеді әрмен қарап. Сабақ кестесі бойынша сабақ күндерін үлестіруді басамын. Сосын үй тапсырмасын қосып үлестіруді басамын. Себебі жаңа Excel'де үй тапсырмасын бірден жазған болатынмын. Әрі қарай үлестіру кесте бойынша үлестірілді дейді. Енді тексеріп көрейік. Міне, жарияланды деп тұр. Бұған да сенбесеңіздер, КТЖ-ны басасыз, жаңа жариялаған сыныбыңызды басасыз. Сосын өзіңіздің жариялаған таңдайсыз. Міне, математика 43 толық сынып жарияланды. Егер бастаулық деп тұрса, онда тек қана жүктеп қойғансыз, бірақ жарияланбағансыз.